ол мен білгенімше біліп кеттім деген сөз да. Сен білмегенін жақсы деп жүргенше біліп кеттің да әйтеуір бірдеңені. Көп өмір сүрсем, рахаттанып, мысалы, кайфовать етіп өмір сүремін, ішем, жеймін, Сен білсең айтады да, міне абай дейсіңдер да, абайдың сол айтатынында ішсем жесем деп туатын бір бала сен ғой рахат, а бір бала көрсем білсем деп туады да. Елдің болашағы сол көрсем білсем деп туған балалардан болады. Сол балаңның көптігінен емес, сен 30 бала туғызсаң да 30 балаңа татитын бір ұл тууы мүмкін да, бір көрсем білсем дейтінше. Ішсем жесем дейтін 30 балаңа татитын, көрсем білсем дейтін бір ұл тууы мүмкін. 30 балаңның істемеген дүниесін бір адам істейді да, көрсем білсем деген. Сондай адамның саны емес сапасы. Ондай нені қайдан алдың сен? Жыпырлаған миллиард жыпырдаған. Құдайға сенбейтіндердің қаяқтан ондай құдіретті бір баланы қайдан шығарып алдың? Енді сен айтып отырмын ғой, сол жаңағы ішсем жесем деп жүре бермей, көрсем білсем деу керек. Мен білекке сенген заман өтті ғой, қазір білекке сенген заман өтті. Сен қазір әскердің саны емес, қазір технология шешеді. Білімге сенетін заман келді уже. Технология біліммен жатады қазір. Технология шеше алмай қалатын, любой заттың минус плюс болады ғой, бауырым. Технология емес, кейде санмен адамның саны да шешетін кез болады. Технология давно шешіп, орнына бәрін қойып тастаған. Біздің аталарымыз технология жоқ заманда көшіп жүріп, ар шауып, бер шауып, жарты әлемді жаулағанымен, отырықшы болған Европа сияқты мемлекеттер отырып алып, бір жерде мәдениет жасап, анау Қытайдың шығарған отырықшы Қытайдың шығарған порохынан алдыда пушка жасатты, бүкіл көшпенділердің бәрін құл қылды да. Сен мойындасаңдар да, мойындамасаңдар да, тарихтың шындығы сол. Кімнің ғылымы мен білімі мықты, олар жеңеді, түбінде жеңеді олар. Қанша мықты болғанмен де, қанша қылышты мықты сауып, найзаны мықты лақтырғаныңмен де, бір пушканың алдында біреуіңді төтеп бере алмайсың. Мылтықпен пушка қалайсың да, соғыс болмайды да одан кейін. Тас талқан болып та көшпенділердің түгі қалған жоқ мысалы. Содан ақ көрмейсің ба кімнің кімді жеңетінін.